Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Толғанай Балта. Бүгін мен сіздермен асқабақтың пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Асқабақ бір жылдан көп жылдық шөптес өсімдіктер. Асқабақтың отаны солтүстік және оңтүстік Америка. Ол жерде асқабақ біздің заманымыздан бұрын 3000 жыл бұрын егіле бастаған. Асқабақтың 20 түрі белгілі. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлерімен, ірі асқабақ түрлерімен сорттары өсіріледі. Асқабақ пайдасы жөнінен өзге жемістер мен көкөністерге қарағанда дәруменге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е сынды витаминдер қоры жеткілікті. Сонымен қатар, көру нашарлағанда, қан аздықта, артық салмақтан арылғысы келетіндерге таптырмас ем. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстық түсіретін қасиеттері белгілі. Және де бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан асқабақ шырынын ішу керек. Асқазан ішек жолдарында, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Асқабақ дәнін балмен араластырып ішек құрттарын түсіру үшін қолданады. Асқабақ жүкті әйелдер үшін де өте пайдалы. Жүкті әйелдердің жүрек айнағанын асқабақ шырына басады. Сонымен қатар, асқабақ тұқымында онкологиялық аурулардың, әсіресе простата қатерлі ісігінің дамуын азайтатын фитостеролдар көп. Асқабақ дәрумендер мен антиоксиданттарға бай. Ол ағзамыздың иммундық жүйесін нығайтады, вирустар мен бактериялармен күреседі. Сонымен қатар асқабақтың қабынуға қарсы қасиеттері де бар. Асқабақ пен тамақтану жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Асқабақ құрамында калий мен магний жүрек бұлшықеттерінің қалыпты жұмыс жасауына көмектеседі. Асқабақ тұқымдары жүректің ишемия ауруларының алдын алады. Асқабақ 1000 бір ауруға ем. Мінекей достар, асқабақ жайлы қызықты мәліметтерді білдік. Ендеше менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақыттарда мен сіздермен бұдан да қызық рецепттермен бөлісетін боламын.